12 жасқа толған балаларға арналған. Қаратаудың басында көш келеді, қара басы үйлері бос келеді. Қаратауға қатысты сөз қозғай қалсақ, бірден қаңыра бос қалған ғимараттар еске түседі. Жөндеу жұмыстарын жүргізіп, қалыпқа қайта келтірмейінше қаланың ажарын ашу қиын көрінеді. Ассалаумағалейкум, сіздермен әдеттегідей аймақтың айнасы Жамбыл арнасында жүздесіп отырмыз. Әкім уәде-мүнуде соңғы аялдама бүгін Талас ауданына табан тіредік. Ауылдарды аралап, билік басындағылардың уәдесін алуға біз дайынбыз, бізбен бірге болыңыздар. Талас ауданындағы аралаған алғашқы ауылымыз Берікқара ауылдық округіндегі Қожағаппар елді мекені. Мұндағы тіршілік қайнап тұр. 4000-нан астам егістік алқаптың тұрғындар 100%-ін игеріп отыр. Одан өзге ауыл жастарының көмегімен бой көтерген нысандар бар. Қожағаппар ауылына кіре берсеңіз, тақтайдай тегіс су жаңа жолға кезігесіз. Ауылдың басынан бастап аяғына дейін дәл осындай көрініс секілді болып көрінеді. Алайда олай емес. Асфальты осы жерге дейін ақ келді ғой. Масы бар, аяғы жоқ. Оны енді жоғарыдағы жігіттер біледі ғой. Ол жерден тастап кеткен, неғып та жетпей қалған. Соны өзіміз де түсінбейміз ғой. Газ жүреді деді, газды жөнделеді деді. Соғып кетті ғой, қаншалықты. Негізінде біз ол әңгіме болған. Осы мектепке дейін алып кетсе дұрыс болар еді деп. Тұрғындардың пікірі осы. Ауылдың кіре берсін ғана қатырып қойған жолдың бағасын беріп саралауға біз асықпайық. Анық қанаған біліп, ауыл басшысын іздеп Майтөбеге бардық. Қожағаппар ауылына кіре бергендегі жолдың жартысы қайда? Қожағаппарға кіре беріс жол бізде ол жерде бізде 38 миллион теңге қаражат облыстық және жергілікті бюджеттен бөлінген. Бүгінге жартысы болғанда ол жерде 58 метр ғана қалған, бірақ ол жер интергаз, яғни газ жүйесі өтуіне байланысты сол жерді қалдырып кетті. Келесі жылы Құдай қаласа проектный сметный документациясы жасалып жатыр, алдағы уақытта жасалатын болды ол жер. 58 метр ғана, арымен қарай кетпейді ғой? Кетпейді ары қарай. Қожағаппардың кіре берісіне төселген 38 миллион теңгенің жол екен бұл. Көгілдір отын келеді деп асфальттың жартысын қалдырып кетіпті. Ал ауыл атқамінері кеткен кем-кетікті мердігер кесілдеп отыр. Шайымқұл Елеусізұлы көшесіне келе жатырмыз. Дәл мектеп орналасқан мұнда қаз-қатар жарық бағаналары орнатылғанымен, оның бірде-біреуі жанбайды дейді тұрғындар. Енді істеп берген тірліктері мынау ғой міне. Бір апта жанды жанбайды. Бір-екі мәрте әкімге айтып ек, сонымен болады деді, білмеймін, жарық болмай тұр. Балалар үшін алаңдаған ата-аналардың сұранысы қашан реттелмек? Қожағаппар ауылындағы мектепте жарық жанбау себебі ол жерде техусловие алмаған. Жеке кәсіпкер подрядчиктер жасаған, осыған байланысты техусловие, сонымен қатар проектный сметный документация жасалу керек еді, яғни проекция. Соған байланысты рейс рұқсатын бермей жатыр. Осыған байланысты ол жер өшіп тұр. Бұл қашан реттеледі? Мектептің тура балалар оқитын жер, балалар кеш қайтады. Бұны біз жыл аяғына дейін реттеп береміз. Тапсырыс беріп қойғанбыз. Жыл аяғына 2 апта қалды, 2 аптаның ішінде реттеледі деп уәде етесіз бе? Үлгереміз. Уәде етесіз. Уәде етемін. Ауыл басшысы Смайылов Ерболға ел қандай баға береді? Ауыл әкімі енді мұнда болды ғой. Жаман емес. Ауыл әкімнің жұмыстарына жақсы істеп жатыр ғой. Әкім қарайласып тұрады, анда-санда келіп ауылдың әкімі істеп жатыр ғой, қолынан келгенде істеп жатыр енді ол. Білмеймін, шынын айтқанда.
Бұған дейін біз өңіріміздің барлық ауданда болып ахуалын айттық, мәселесін көтердік. Тіршілік нәрінен тарыққан тұрғындар мен желіге жете алмаған жұрттың жан айқайын жіпке тізіп, билік басындаларға жеткіздік. Инфрақұрылым игілігінен ада ауылдарды да көрсеттік. Соның бірі жыры бітпейтін жол мәселесі. Әдетте асфальты төселмей, яки жөндеу жұмыстары керек деген елді мекендерді кезіктіреміз. Ал Талас ауданында тәуелсіздік алғалы жол көрмеген ауылдарға тап болдық. Соның бірі Бостандық ауылдық округі. Әзірге әкімдіктің көрсетер көмегі тек құм сүйіп берумен шектеледі дейді ауылдағылар. Жол мұны көріп тұрсыздар, жылда жамаймыз, осы топырақты шашады әкімшілік. КамАЗбен әкеп төгіп нағылады. Енді жол машина жүрген сайын ары кетеді, бері өтеді, соның көйі шашылады. Қолдан келген су ғой енді әкімшіліктің өзі, не істейді енді? Тәуелсіздік алғалы бері ешқандай көшеге асфальт төселген жоқ. Жолға қатысты айтсаң, жол салып берсе, одан артық енді халық қазір ештеңе тілеп отқан жоқ. Тұрғындардан соңғы рет асфальт қашан төселген сұраған сол еді, абдыраған ағайын нақты айта алмады. Бір білетіндері бұл кеңес үкіметінен көрген көмек. Бұл Совет өкіметінің кезінде төселген енді. 80-ші жылдар ма, сондай болды. Жоқ, 80-нің 90-да ма, 80 мен 90-ның арасында енді. Осылайша ойдым-ойдым жолдан еңсесі қашқан Бостандықтағы бұқара жергілікті биліктен күдер үзген екен. Ал мемлекет басшысы әкімдік әрдайым тұрғындарға ашық болу керек деген болатын. Біздің жобамыздың да мақсаты сол. Ендеше бұқарамен биліктің байланысын арттырмақ болып, ауыл әкімшілігіне бардық, жол жөнінде сұрадық. Енді келесі жылға біз осы ауыл ел белсенді кіргіземіз отырмыз. Осы Талапсыз бар, Бостандық бар, 13 көше уже проектісі бәрі жобасында жасалып, сметалық құжаттар жасалып, өткізіп қойды бұл. Уже келесі жылға біз ауыл ел белсендіге кіреміз деп үміттеніп отырмыз. Кірсе, толық көшенің бәрі асфальтталады. Кірмей қалды мүмкін бірақ. Кіреді деп отырмыз. Енді осы тұрғындарға уәде бере аласыз ба, осы жол төселеді деп? Беремін уәде беремін. 8 көшеге де жол төселеді. Жол төселеді. Талаптан да 4 көше бар. Бәрін жол төселеді. Әкіммен болған әңгімеден кейін жол көрмеген жұрттан сүйінші сұрап барсақ болар еді. Естігендеріңіздей келер жылы асфальт төселеді деген басшының жауабы мен уәдесін алдық. Бұл ауыл үшін ғана емес, ауданның да жыл жаңалығы болар сірә. Тау-тасты артқа тастап, жол мүлде жүргізілмеген кезекте елді мекеннің бірі Есейхан ауылына да келіп жеттік. Мұндағы бұқара болашағымыз бұлыңғырда балаңдайды, себебі ауылдан көшіп кетіп жатқан көпшілік көп. Ауыл арасында асфальт жоқ ешқандай. Ауыл арасында асфальт жоқ. Қалаға барып келуіміз қиын болады, машиналарға обал тегі. Интернет нашар, интернет, мен өзім кітапханада істеймін. Интернетіміздің скорысы аз. Айтып, бәрі шаршаған, бұл не қыласы айтып, керек жоқ бәрі. Нені айтып шаршадыңыздар көсің? Енді жұмыс жоқ, тұрақты не жоқ, газ жоқ, мысалы жол мынау. Жұмыс жоқ қой ауылда, не істейді? 4 ауыл мына жақтағы ауылға су вообще бармайды екен. Біз өзіміз үйімізге кіргізгенде тұр трубалар әлі кіргізген жоқ, құдықпен ғой. Ал көп көшелерге су уақытысымен бармайды. Сайын бізде 1-2 үй ауылдан көшіп кетеді. Ойлаймын, келешекте не болар екен ауылымыз деп. Қақаған қыста қалаға қатынау қиын, жолымыз жүргізілмеген, ауыз су келеді деп тосқалы бірнеше жылдың жүзі болды. Жоғары жылдамдықты интернет жоқ, жұмыстың жоқтығынан ауылын тастап кетіп жатқан көпшілік көп. Мұның барлығы Есейхандағы жұрттың жан айқайы. Болашағымыз бұлыңғыр деп алаңдаған ағайынның арызын аудан әкіміне жеткіздік. Артта қалып бара жатса, енді ол ауылдың тұрғындары өзі де кішкене қозғалғаны дұрыс қой. Ал енді ауыл өзі шығып, ар жағындағы егісін пайдаланбаса, соншама жайылымы тұрып, мал бақпаса, енді сонша мал отырып, оны шетінен бордақыламаса, енді оны біз түсіндіруіміз керек, насихаттауымыз керек, оған көзін жеткізуіміз керек, оның пайдасы бар екендігіне. Инфрақұрылым жөнінде ауылға су жеткізілген. Шамалы енді ненің құбырлардың сапасына байланысты проблемалар бар, ол енді кезеңмен шешіледі. Асфальт ауылға дейін жеткізу туралы жоспарымызда тұр. Ол енді қырдың үстімен салынатын үлкен жоба ол. Оны бірақ кезең-кезеңімен жасауымыз керек. Нақты күнін мен басып айта алмаймын. Өйткені ол біріншіден облыстық мәндегі шешілетін сұрақ, екіншіден үлкен жоба. Себебі қырдың үстімен салынады, және өзіңіз көрдіңіз қандай екендігін, қиын екендігін. Ол жерде
үлкен қаражатты қажет ететін жоба. Ауданда жұмыс бар ма? Жұмыс бар, әрине. Барлық жерде жұмыс істеймін деген адамға жұмыс жетеді. Біз жер алып, көрші ауданмен келісіп, жаңағы уақытша сөйтіп, біраз жер қамыс құрақ орылды. Сол қамыс құрақ оруға барған топқа біз трактор жүргізетін адам таппадық. Сол сияқты қазір мына бордақылау алаңдарын ашып отыр шаруалар. 5000 басқа дейін ұйымдастырып жатқан бордақылау алаңдары бар. Оған істейтін адам жоқ. Сол сияқты мысалы Көктал аймағында жел электр станциялары іске қосылып жатыр. Ол кісілердің ең бірінші мәселесі оператор мен электрик мәселесі. Таппайды. Мамандар жоқ. Жатып алып ақша тапқысы келетіндер бар. Әйелім көбірек бала тапса, көбірек соған жаңағы жәрдемақы шықса, апамның пенсиясы көбейсе, апамның зейнетақысы көбейсе деп армандап жүргендер бар. Облыстағы 10 ауданның арасында 2 қолға 1 күрек таппай жүргендерін жеткізген ең көп тұрғындар Талас ауданынан болды. Ал әкім Қанатбек Мәдібек керісінше жұмыс көп, маман жоқ деп отыр. Таластағы табан тіреген келесі ауылымыз Шәкіров елді мекені. Ауылдағы ағайын ағын судың азабын көріп отырған айтады. Тұрғындардың табыс көзі мал мен егін шаруашылығы. Дегенмен соңғы жылдары таластың тартылуына байланысты бұқара егістік түгілі ауламызға егін егуден қалдық дейді. Егін еккен жоқпын. 20 гектар жерім бар еді, өткізіп жібердім осы суға қарай. Су жоқ. Су жоқ қой. Жорышқадан ектім, жүгерден ектім шықпады. Талас тартылып қалады, болды, не істейміз? Өзіңіз биыл егін ектіңіз бе? Жоқ, шаруағымызды өзім айтып отырмын, дарағы еккен. Су болмай қалады ғой. Бізге ең бір қиын нәрсе сол су ғой, жер су болып тұр. Бұл енді кезеңмен болып тұратын кейбір жылдары қуаңшылық болады. Мысалы, әр 15 жыл сайын мынау қайталанып тұратын өзі бұл құбылыс. Биыл сондай бір судың тапшы болғаны рас. Бірақ біз қазір осы қыс мезгіліндегі су жүйелерінің және су каналдарының бос жатқанын пайдаланып, қазір механикалық тазаландыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жалпы суды өлшеп пайдаланатын уақыт келді қазір. Сонымен бірге жер асты суын пайдалану. Бұл жөнінде шаруалар қазір жұмысты қолға алуда, бұйыртса жемісін береді. Шамамен қашан деп отырсыздар? Биылғы жылдың өзінде Бостандықта 70 миллион теңгеден астам көлемінде инвестиция салып, жаңғырту суару жүйесін орнатуды бастады. Бұйыртса көктемде бұл іске қосылады деп отырмыз. Осындай технологияға көшетін уақыт жеткендігін біз. Бүгінгі шығарылымда ауылдағы ахуалдар айтылды. Енді аудан орталығы Қаратау қаласының жағдайын білейік. Мүлдем жарық шамдары орнатылмаған, қоқысқа толып жатқан бұл Қаратау қаласы шетіндегі тұрғындар Шанхай атап кеткен аумақ. Қалада тұрсақ та жағдайымыз жақсармады деп жұрт жыларман. Ал жағдай қашан реттеледі, қашан оңалмақ, оны аудан әкімнен сұраймыз. Бұл көшелердің көрінісін көріп, менің сөздерімді қате естідім деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ сіз тура естідіңіз. Бұл Жамбыл облысындағы санаулы қалалардың бірі Қаратау қаласы. Қараша қайда барсақта қаптаған қоқысқа кездесеміз дейді. Мөлтек ауданның тазалығын былай қойғанда, әлі күнге дейін жарыққа жарамай отырғанына қапалы. Жалғыз осы бір көшемізде, қалған көшеде ешқандай жол жоқ, ештеңе жоқ. Осы көшеде ғана жол бар болды, басқа жол жоқ. Мусор везде, вот видите, как мусор. Он везде валяется. Или какую-то бы яму сделали, чтобы люди туда возили. Они ничего не делают. Мүлдем жарық жоқ екен. Оқушылар қорықпай ма? Қорқатындар бар шығар, мен өзім қорқпаймын. Бірақ мына көшеге свет вообще орнатқан жоқ. Свет жоқ. Қап-қараңғы болды. Тас қараңғы болды. Көп па осындай көшелер осы Шанхайда? Көп болғанда мына көше, арғы көше, біздің көше, оның ар жағында көше бар. Әкім деген қандай болу керек еді? Әкім деген елге таңдай көзін еліне дұрыстап қарау керек, көмектесу керек қой халыққа. Халыққа қарап, жолын соғып, жарығын орнатып. Түгел бүкіл елді мекенді жап-жарық жағып қою міндетті емес. Оның артында жаңағындай салмағы бар. Жарық жөнінде біз ол жақтың жоспарын қарауымыз керек қайтадан. Өйткені көшелерге сондай жарық сұраған жердің бәріне жарық қоя бергенбіз біз. Бірақ ол жарықтың, мысалы түнімен жанған жарықтың төлемі бар ғой. Оны жанған тегіннен жанып тұрған жоқ қой.
Оны есептеуіміз керекпіз. Оны бюджеттен төлеу керек бізге, оны тұрғындар төлемейді. Сондықтан ол кейбір жерлерге біз тұрғындармен келісіп, өзінің үйінің алдына өзіне қойып беруге көмектеспекшіміз да. Қажеттілігіне барай қоямыз, қажет болмаса қоймаймыз. Ал енді жол келер жылы реттеліп қалдыңыз. Жолды барлығы емес, бірақ сол аймақтан кемі біз 3 көшені жаңадан асфальт төсесек деген жоспарға енгізіп отырмыз. Уәдесіз бе? Әрине. Қаратау қаласындағы мөлтек аудан тұрғындарына айтарымыз, бәріне дайын болуларыңыз қажет. Себебі барлық қаланы жарықпен жарылқау міндет емес дейді аудан әкімі. Тазалық алдағы уақыттың еншісінде, ал жылдары келер жылы төселеді деп уәде етті басшы. Бірақ барлық емес. Қазір Танды өзенінің үстіндегі көпірде келе жатырмын. Мұнаның қазіргі жағдайына қарасаңыз, апатты жағдайда тұрғанын бірден аңғаруға болады. Ал мұндағы тұрғындар оқыс оқиға орын алмай тұрып, жөндеу жұмыстарын жүргізіп беруін сұрайды. Мынау көпірден адам құлап өліп жатты. Анау яманың бәрі ашық беті. Бұл дұрыс емес қой. Люди проходили, дети в школу ходят, это так-то постоянно накрасится это все. А так, конечно, если сделаете, будет на благо людей. Мына жағдайға келгені где-то кейінгі 15 жыл. Кейінгі 15 жыл. Апатты көпірді ол жерінде бір көпір ғана емес, ол жерде бірнеше көпірлер тұр. Жалпы 8 көпір бар. 8 көпірдің 3-үне жобалық сметалық құжаттар дайындалған. Уақыты белгісіз, қаржыға байланысты ғой бәрі. Апатты өткелдің жағдайы оңалатын күннің ауылы алыс көрінеді. Ал Тандының тазалығы жөнінде не дейсіз? Қоқысты тазалаймыз, біз биылда тазаладық, күзде де тазалап жатырмыз. Арнайы қаржы бөліп, арнайы осыған жеке кәсіпкерлерді тартып, ол жұмыстар ұйымдастырыла береді ары қарай. Ол қоқысты тастап отқан, соны айтып отқан тұрғындардың өзі. Біз олар тұрғындардың арасында да насихаттау жұмыстарын жүргіздік. Және кейбір тұрғындарға біз ескерту беріп, әкімшілік айыппұлдар да салып жатырмыз. Бұл түзеледі, орнына келеді бәрі. Жақсы, енді осы қалада қаңыраған үйлердің қаншауы қалды? 6 үй қалды қазір. Біреуін біз бұстап жатырмыз, мынау тұрған. Қалған 6-ның 3-інің жобалық сметалық құжаттары былтыр дайындалып ұсынылып қойған, қаржыландыруды күтіп отырмыз. Енді келер жыл осы біреу болсын беріліп үлгереді ме? Оны енді уақыт көрсетеді енді. Қаржыландыру уақыт көрсетеді. Тәуелсіздік алғалы мүлде асфальт түспеген елді мекендер бар екен. Дәл осындай неше ауыл бар? Бізде енді жалпы 23 елді мекен, оның ішінде мысалы мына Бостандық, Аққұм, Шәкіров ауылдары, мына төмендегі Қайыр, Арал деген ауылдар бар мысалы. Қызыләуіттің өзінде мысалы үлкен ауыл, көшелері асфальттанбаған көшелері бар. Алдағы 2022 жылға Аққұм, Шәкіров, Бостандық ауылдары кіріп отыр. Бұл республикалық бюджеттен қаржыландырылатын жоба. Қазір барлық ұсыныстарымызды бердік. Бұйыртса сол ауылдардың шамамен 80% көшесі асфальтталады деген жоспар бар. Одан бөлек жаңа айтып өткен Қызыләуіт сияқты үлкен елді мекендердің ең аз дегенде бір көшесіне асфальт салу деген жоспар қойып отырмыз. Бүгіндегі басты проблема бірнеше елді мекенде газ жоқ, көмір тапшы, құны қымбат. Келер жылы көгілдір отын келетін ауылдарды атап берсеңіз. Газ биылғы жылы өтпелі болып Ақкөл, Қызыләуіт, Ақтөбе ауылдарына тартылып бара жатыр. Қазір үлкен газ желісі тартылып қазір. Одан кейін бізде мынау қалатын ауылдар Көктал. Мына жерде қазір Қаратау қаласынан 18 шақырым жерде. Одан кейін мына Майтөбе, жаңа Қожағаппар ауылы, және мына қырдағы Қарой, Есейхан, Қасқабұлақ ауылдары қалады. Қырдың үстінде тұрған. Төменгі ауылдардың барлықтары мынау толығымен газбен қамтамасыз етілген. Осы аталған елді мекендерге келесі жылы жетіп үлгере ме? Келесі жылы жетіп үлгермейді. Келесі жылы біз Ақкөл, жаңа Қызыләуіт, Ақтөбе ауылдарының ішкі жүйелерін бітіруді жоспарлап отырмыз. Сол Қызыләуіттен былай қарай Көктал ауылына қарсы жоба жасасақ деген ойымыз бар. Көктал ауылына қарай жоба жасасақ деген жоспарымызда тұр. Талас ауданының бүгінгі жағдайы аяқ алысы осы ауылдарды аралап, мәселенің барлығын аудан басшысына жеткіздік. Енді атқамінерлердің берген уәдесінің үдесінен шығуын бақылауымызда ұстайтын боламыз. Сіздермен бірге болған әкім уәдемен үде және оны тізгіндеген мен Шерхан Абзаллы Абзалын айтамыз.